Баршаға сәлем, қалдарыңыз қалай? Сіздермен Алтынай, менің YouTube каналыма қош келдіңіздер. Сіздерді өз каналымда көргеніме қуаныштымын. Бүгін осындай сатылымда өте жақсы пайда әкелетін, үй жағдайда жасалатын, жаз мезгілінде өте жақсы ішетін салқын бидайгі жүннің жасалу рецептімен бөлісетін боламын. Инстаграмда көбісі бұл көженің рецептін сіздерге сатып жатыр. Мен сіздерге оригинал, керемет, жүгері қосылған рецептпен бөлісетін боламын. Жасалу жолы өте оңай, қарапайым, тек қана құпиялармен айтамын. Яғни біз ең алдымен жүгерімізді жақсылап тазартып жуып аламыз. Міндетті түрде 5-6 мәрте жуасыздар. Одан кейін қазанымызға су құйып, жүгерімізді салып, 1 сағатта қайнатамыз. Жүгері өте көп қайнау керек, себебі бұл қатты пісуі сәл қиындау. Сол себепті 1 сағатта жақсылап қайнататын боламыз. Міндетті түрде баяу отта қайнатыңыздар. Одан кейін 1 сағат өткен соң бидайымызды жақсылап 5-6 мәрте жуамыз оны да. Себебі топырақ шаң болуы мүмкін. Мен осылай 5-6 мәрте жудым. Бетіне қалқып шыққан мусорлардың барлығын алып тастадым. Яғни мусор дегенде бидайдың қабықтары. Осылай барлығын алып, қайнап тұрған жүгеріміздің үстіне салатын боламыз. Қайнап тұрған жүгерінің үстіне салып, сосын бидайдың көбігі шығады. Көбігі шыққаннан кейін көбігінің барлығын алып тастаймыз. Енді бидай көженің ең құпиясы қою болуы және дәмді болуы, керемет болуының ең құпиясы біз айранды міндетті түрде қою айранын қолданатын боламыз. Қою айранды осылай блендермен езіп, ешқандай іртік қалдырмай жақсылап езіп аламыз. Одан кейін осылай біз дайын болған бидай көжемізге құямыз. Егер суы азайып кеткен болса, сіздерде қайнап міндетті түрде қайнаған су құйып жіберіңіздер. Сосын дәміне қарай тұз салсаңыздар болады. Егер қаласаңыздар жалбыз салып ішсеңіздер, бидай көжелеріңіз тіптен керемет болып шығады. Мінекей осылай айранды қою қылып аламыз, құйып, жақсылап араластырамыз. Сіздер де міндетті түрде жасап көріңіздер. Бұл бидай көженің рецептімен сіздер сатылымға да шығарсаңыздар болады. Бұл бидай көжені салқын етіп ішсеңіздер өте керемет, тойымды болып келеді. Міндетті түрде жасап көруге кеңес беремін. Аз болсын, менің парақшама тіркеліп, қолдап, сіз бидай көжені қалай жасайсыз? Бидай көжеге жүгері қосасыз ба, қоспайсыз ба? Пікіріңізді қалдырып кетіңіз. Назарларыңызға рахмет. Сіздермен болған мен Алтынай. Мені жоғалтып алмас үшін парақшаға тіркеліңіздер және де достарыңызбен, құрбыларыңызбен бөлісе отырыңыздар.